kеңістігінде қуат көзін табамыз. Жерді бәріміз қорғауға күшімізді саламыз. Біз жеңімпаз жеткіншекте қара батыл бол, балақай. Балақай. Иң. Хана. Копал. Берекен күш. Балақай. Балақай. Жеңімпаз жеткіншекте. Топтаманың өткен бөлімінде Батыл Балақай мен Гопал және Фаңды кішірейтпес бұрын жақсылап сазайларын бердім. Енді қайттық, тым кішірейіп қалдық. Оларды атқан соң баспанамызға қайттым. Мақтау сөз естимін деп ойлағанмын, бірақ бастық мырза керісінше ашуланды. Сен бәрін керісінше жасадың, солай ма? Тым қиынға соқты. Әй, бәрін бүлдіретініңді біліп едім. Ай, кешіріңіз бастық мырза, техникалық ақаулар. Қандай техникалық ақауларды айтасың? Барда Батыл Балақайды ізде. Тап қазір ізде, айтпесе өзіңді атып тастайым. Жақсы бастық мырза. Тым кішкентаймыз, енді не істейміз? Барлығына сен кінәлісің. Мен бе? Не істеп қойдым? Әрине сен кінәлісің. Енді мен бе? Жоқ, бұл Адудудың кінәсі. Бізді кішірейткен сол. Жоқ, сенің кінәң. Ол сен айтпақшы болды. Маған да тиіп кетті. Ей, Фаң, даусыңды басып, маған көмектесіп жіберсең қайтер еді? Қалай көмектесейін? Тыныш тұра тұршы. Тамаша. Таптым. Иң мен Хананы іздейміз. Иң мен Хананы іздейік бе? Әй, қазір тым кішкентаймыз ғой, оларды қалай таппақпыз? Енді қалай дейсің? Әрине жаяу барамыз. Тоғатаның дүкенінде болуға тиіс. Сен жаяу барғанымызды қалайсың ба? Жоқ, ұшып бармақпыз. Неге қарайсыңдар? Қане, бір амалын табыңдар. Жоспарым былай. Бірінші, атамның дүкеніне барамыз. Сосын Хана менен көмек сұраймыз. Егер онда болмаса ше? Дүкенде болулары керек. Сонда жиналып, үй тапсырмасын орындамақ болғанбыз. Алыс қой, Батыл Балақай. Және тым кішкентаймыз, онда жеткенше 3 күн уақытымыз кетіп қалады. Қысқа жол таппасақ болмас. Ей, таптым. Ақташып ит көшесімен жүрсек болады. Есің дұрыс па? Не болды? Ең қысқа жол. Қазір біз мұндамыз. Сосын мына жермен жүріп отырып, мына жолдан өтіп, мына жақпен жүрсек, дүкенге жетеміз. Әй, сеніңше бәрі оңай ма? Ұмыттың ба? Ақмақ мысықшы? Оның рас. Бұл жерден қалай өтсек екен? Алдымен мына жерге баруымыз керек. Әй, қайда бармақсың? Мектеп асханасына. Мектеп асханасына ма? Әй, Батыл Балақай қайда? Бірге үй тапсырмасын орындайық демеп педік. Қайда ол? Кешігіп келетінін білгем. Бірақ ұзақ кешігет деп ойламадым. Әй, не үшін? Батыл Балақай жазаланды. Бүкіл мектепті сыпыру керек. Жазаланды ма? Кім жазалады? Мен емес, Хана ғой. Сізге айтсам ашуланбайсыз ба? Мектептің ережесін бұзғандықтан, олардың есімін жазуға тиісті болдым. Жақсы, тамаша. Қазір осында келсін, мен де оны жазалайтын боламын. Ой, сізді ашуланады ма десем? Неге ашуланайын? Қателік жіберген өздері, тиісті жазасын алулары керек. Оған сабақ болсын. Жақсы, үстелге шығуымыз керек. Қалай шықпақпыз? Көлеңкелі бүркіт. Мәссаған!
жасаған. Ғажап. Әрине ғажап. Жүріңдер. Терезе жағына отырғым келеді. Ай, терезе жағына мен отырайыншы. Ей, жоқ. Ей, терезесі бар автобус деп пе едіңдер? Масқара. Көлеңкелі бүркіт. Ош! Ой, шамай жатыр. Әне. Көлеңкелі бір күтпе. Тыныш отыршы. Қайда ол? Сен не іздеп жүрсің? Мұнда екен. Хананың күлшелері ғой. Не? Бұл күлшелермен не істемекшісің? Тірі қалғыларың келе ме, әлде жоқ па? Шу шығармаңдар. Қане, маған көмектесіңдер. Сақ бол, батыл балақай. Күлшелер сәуле тарататын секілді. Хананың күлшелері мұнда қайдан пайда болды? Ой, сен де саудагер апайда сатып беруін өтінді. Өтінем, апай. Бір қапшық қана қоям. Кешір, сұлуым. Дәмханам күлшеге толы. Мұнда шыбын көп секілді. Әрине рұқсат. Қаласаң 10 қапшығын қой. Ей, тіпті саудагерде ханадан қорқама? Ай, сен қорықпайсың ба не? О, иә, қорқам. Міне, қағыңдар. Арқам. Тамаша. Жақсы, кеттік. Әлгі құрылғы қайда? Біраз уақыт өтті. Ей, мұнысы несі? Компьютер, бер келші. Ей, қандай жоспарың бар, Фан? Тек соңымнан ер. Енді ойыңмен бөліссеңші. Ай, батыл балақай, не болып жатыр? Не? Бойым ұп-ұзын, атақты болам. Қап. Сонда біз уақыт өткен сайын осылай кішірейе береміз бе? Енді қайттық, істейміз. Тездеткеніміз дұрыс. Қане, кеттік. Тоқта. Олар уақыт өткен сайын кішірейе бере ме? Иә, мырза, сіз ойлап тапқан формула өте күшті. Сонда мен секілді күшті ме? Иә, сіз секілді, мырза. Сонда олар қаншалықты кішірейеді? Ғайып болғанша, олар бұл әлемнен жоқ болады. Ғайып па? Олар жоқ бола ма? Жақсы! Бұл әлем батыл балағайсыз әлде қайда жақсы. Компьютер, қане, құрылғымен байланысқа шық. Қайда кетті? Қайда ол? Мұнда да жоқ. Батыл балақай? Өтіне бері шық. Шықпасаң бастық мырза мені өлтіреді. Батыл балақай. Батыл балақай. Ей, құрылғы! Бастық мырза. Сіз сабыр етіңіз, бастық мырза. Мүмкіндік беріңіз. Көздеріме қараңыз. Көңіліңізді қалдырдым ба? Солай ма? Ғарыш кемемді электронды қасыққа айырбастап алғаныңды қалай ұмытайын? Әлі ұмытпаған ба? Доғар, тезірек қорап баспанаға кері қайт. Кері қайтайын ба? Батыл балақайда не істеймін? Оны ұмыт. Батыл балағай ғайып болғанша кішірейе береді. Рас па? Алақай! Көзді ашып жұмғанша келемін. Қане, тезірек. Келе жатырмын.
Dostlar, soңымыздан бірдеңе еріп келе жатқан секілді. Қимылда. Мұнысы несі? Тағы да әлгі әуен. Тағы да сол атпақпысың. Енді қайттық батыл балақай. Уайымдама, тек менің, Мұны маған қалдырыңдар. Көлеңкелі тышқан. Қалай екен? Ол күлшелерді мысыққа беру үшін сатып алады екен ғой. Мысықты есінен тандыру үшін алған екен. Әрине. Әйтпесе мына көшемен қалай өтпекпіз? Дұрыс емес, дұрыс емес. Дұрыс батыл балақай. Әйтеуір аман қалдық. Аманбыз дедің бе? Жоқ, қателесесің. Қайта келді ме? Өзі мықты екен. Есінен танған шақананың күлшелерін беріңдер. Нешеу беруіміз қажет? 3. Жер соқтысы! Батыл балақай сілкінісі! Жер қоршауы! Әй, неге маған ғана тиісесің? Мүмкін емес. Фаң, бірге қарсы тұрайық. Не? Сен менде? Әуре болма. Өй, қап, сені ме? Батыл балақай құйыны! Кен жер. Найзағай шапшаңдығы! Ол анда тұр. Ол анда тұр ғой. Көлеңкелі бір күн. Кейінірек кездес. Қалайша? Шеңберлі құйын! Жұдырық соққысы! Көпі алмағандағы күлше керек! Құп күлшесіне айна! Тезірек көпал! Қасаған! Бұл қалай? Тағы кішірейдік! Батыл балақай, көмектес! Бастық мырза, бастық мырза. Не болды? Менің тамаша ойым бар, бастық мырза. Рас па? Ол қандай ой? Батыл балақайдың көзін жойған соң, меніңше, топтаманың атауын өзгерткеніміз дұрыс. Атауын ба? Топтаманың атауын ба? Жаңа атауы бұлай. Бастық мырза және құрылғы. Мұның керемет екен.
Solay mı? Raspa aldımen toplamanın enen özgürdeydi mi ne? Metinlerini yazdım. Kompüter, evveldi koz. Karıştın alız tüpüründe. Jadellikler ömür süredi kakao alışın. Karıştan жерге keldi әлемнің батырлары. Korkup kaçtı. Beri kaçtı. Jadellikler alız karıştan gelin. Kakaonu alışın. Oya! Olar munda жылдам келді. Bir жыл vakit öttü. Sonda da verilmedi. Olar beşiğimiz. Adudu! Kurulgu! Adudu! Kurulgu! Kurulgu! Jene bastık! Kurulgu! Kompüter! Multi kupuşu! Ey, onu kosmasanшы. Және біздің сымбатты басшымыз! Бастық барса! Және құрылғы! Оу-оу! Е-е! Бастық барса! Е-е! Және құрылғы! Е-е! Оу-оу! Е-е! Оу-оу! Е-е! Оу-оу! Е-е! Көрермен бастық мырза және құрылғы топтамасын өткізіп алмаңыздар. Қызық болады. Бәрі келді бастық мырза. Жарайсыз. Рахмет, рахмет. Бұл ойын керемет екен құрылғы. Кім болуы мүмкін? Мазамды алғаны қалай? Көшелер сататын сатушы болар. Қолға түстің бе? Мұнда не істеп жүрсіңдер? Білмейтін кейіп танытпасаңшы. Бастық мырза, кек алуға келген секілді. Менің жасырын баспанамды қайдан тауып алдыңдар? Оларға оны мен айттым. Не? Сендерді күйреткен сияқты едім ғой. Күйреттің бе? Көлеңкелі қысу. Оған күлшені бе? Тезірек. Тезірек. Ол аузын ашпай тұр. Қақталған балыққа айнал! Найзағайлы дауыл соққысы! Хананың үшкілшесі, найзағай соққысы, әйтеуір қалпына келтірді ғой. Мысыққа не ұнайтынын тапқандаймыз. Тоқатайдың дүкеніне баралық. Содан кейін ақмақ мысық оларды дүкенге алып келді. Сіздің кінәңіз бастық мырза, шаруаны аяқтауыма мұрсат бермедіңіз ғой. Жап аузыңды. Бәрі сенің кінәң. Ей, Адуду, тез бізді қалпымызға келтір. Я, әйтпесе. Я, әйтпесе не? Ендігі кезек сендерде. Мұндай былыққа қайдан тап болдым? Құрылғы, қалыпқа түсіретін формуланы әкел. Кешіріңіз бастық мырза, олар мені соққыға жығып, формуланы түгел алып кетті. Қап, әттеген ай, формуланы қайта жасауым керек болды. Қап, сені ме? Батыл балақай көрерсің. Тоқта, мына шыбынды танитын сияқтымын. Тоқта! Алақай, қалпымызға келдік. Екеуің жарадыңдар. Көп рахмет ең, хана. Қоқасы жоқ. Батыл балақай, саған? Очебот.
Неге очобот сені көрген сайын есінен танып қала береді? Мен... Казахстан телерадио корпорациясы